Енді бұл кітапта қалай 3D кітапты жасап қойдық, енді бұны біз опубликовать етуіміз керек. Ол үшін опубликовать. Мына жерде HTML, exe, PWR арқылы біз жібере аламыз. Біз HTML-ді бассақ, әртүрлі кез келген браузер түрінде аша аламыз. Енді бұл жерде новая папканы создать етеміз. Ішіне индекс деп тұра берсін, қалғанын өзгертпейміз де конвертировать етеміз. Яғни плагин арқылы жіберсеңіздер де болады. Exe түрінде де сақтасаңыздар болады. Бізде электронды болғандықтан кез келген браузер түрінде ашқымыз келгендіктен HTML-ді таңдаймыз. %%ке толу керек мына жер. Яғни открыть папку деп көре аласыздар. Ашып көрейін. Не, индекс деп тұр. Осы егер ашпай тұрса, открыть с помощью деп кез келген иконкалар арқылы аша бересіздер. Закрыть етем, пока маған керек емес. Осылай біз электронды кітабымызды жасай аламыз. Және де бұл PDF Professional программасымен біз мұғалімнің электронды портфолиосында жасауымызға болады. Яғни керемет бір мүмкіндіктің бір түрі болып саналады.